Енді араларыңызда Аидамен сіздерді байланыстыратын нәрсе бар ма? Естеріңізде болса, сол уақыттарда мен ол кісіні қатты ренжітіп алған болдым. Қатты ренжітіп, ауыр сөйлеп кеткеннен кейін біз мүлдем байланысқа шықпадық. Ол мен бүкіл әлеуметтік желіден блоктап тастады да, біз кешірім сұрап, мүлдем возможность болған жоқ, мүмкіндігім болған жоқ. Кейін кешегінде келген кезінде көріп бір жазған болды. Бір алып баратқандай вау дейтіндей дүние емес, жай ғана қыз баласы болғаннан кейін әлі де көңілінде қалып жүр ғой. Себебі сол күні кішкене айтылған болатын да, сен маған бүйтіп сөйлеген едің ғой деп. Сол дүние менің ойымда қалып кетті да, осы кісінің көңілінде қалып кетпесінші, осындай дақ. Кешірім сұрағым келді. Ал былай ұмыта алмай жүрсің бе деген сұрақтар болса, ол жалған әңгімелер, былай қарап отырсаңыз. Үміткерімді күтіп отырмын, толықтай дайынмын, толықтай ұмытты деп айта аламын. Дайын болсаңыз, шымылдықты да ашуға дайын шығарсыз. Ашамыз, ендеше шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, need you baby, қасымнан кетпеші, love you baby, сөзіммен тек сенші. I love you baby, бағымсың берілген, I need you baby, болшы тек менімен, I love you baby, let me love you baby. Шымылдық ашылды. Шошып кеттіңіз ғой, тіпті артқа қарай кетіп қалдыңыз. Қарлығаш келді студиямызға. Қарлығаш, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жаңа енді басқаша таныстық. Ал әсеріңіз Жанболат? Қалайсың Айжан? Жақсы. Қарлығаш қандай? Қарлығаш? Не ойлайсыз? Қалай ойыңызға не келіп жатыр? Не айтарым білмей отырмын мен. Баласыған, сөйледім ғой дегендей ғой. Рұқсат берген. Қазір енді айтар ештеңеңіз жоқ. Жалпы қуаныштысыз ба Қарлығаштың келгеніне, әлде қалай? Қуаныштымын да, андай перезагрузка болып қалыпты кішкене. Ал бірақ сіздер өмірде таныс емессіздер, яғни тек осы жерде ғана Диастың үміткер ретінде танисыз. Сұрасам бола ма енді қайттым, Ғалымжаннан басталған екен ғой, Қарлығаш еді. Жасым қанша дейді? Жасым 19-да негізі. 19-да еді. Сіз? 21-де ме? 21-десіз. Жақсы, Ғалымжан. Рұқсат болса, қалайсыз Балазар ханым? Әрине рұқсат. Қош келдің Қарлығаш. Негізі таныстық алаң болған екен, енді көру керек шығар деп ойлаймын, бірақ мен Жанболатқа сөйлегім келіп тұр да. Алдында кімнің есінде бар, кімнің есінде жоқ білмеймін, бірақ іңкәр сол кезде мысалға Аделия арасында не бар деген сұрақ қойды ғой. Бұл кезде бұл жігіт уверен айтты да, ойбай біздің арамызда ештеңе шықпайды, уверен стоп қойды да. Ал бірақ Аида деп сұрағым келеді, если Аида келетін болса или хабарға шығатын болса, сен уверен айта аласың ба? Жоқ, біздің арамызда ештеңе шыға алмайды деген сияқты. Мына жерде Жанболат бір желі шығып сөйлейтін, Жанболат ортаға шыққан постоянно бүйтіп желі шығып қала береді да. Уверен сөйлеші. Енді қара, сол күні эфирде айттым мен, үшеуінің де атын өшіріп тастайын дедім. Бірақ Аидадан шыға алмайды. Мен нақты айтамын, ең соңғы сөзім құлақтарыңа алтын сырға. Бізді Аида екеумізді еш нәрсе байланыстырмайды, және болашақта да. Болсақан, жақсы. Диас. Баласыған. Ал енді қош келдің Қарлығаш. Қош көрдік. Қарлығаш десе Қарлығаш екенсің, ұшып қонып әйтеуір жүрсің. Негізі былай толықтай шешім осы Жанболат па? Алдында да мысалы біз іңкәр кім төртеуміз кездестік қой. Бір жерде бірге кездесу жасадық. Сол кезден бастап көзіңді іліп қалған жоқсың ба осы жігітке? Жоқ, тек сол кезде танысып қалдық қой біз. Бірақ байқағаным бар сол кезде. Абылай. Енді Диасқа айтсам болды ма? Айналайын, Диас, не болды? Жоқ, ештеңе болған. Сабырға келіп сөйлесейін, қыз келіп отыр, өйтіп керек емес деп ойлаймын мен. Сен ұшып қонып жүресің деген ол қыз баласы өте қате дүние айтып отқаным. Кішкене жеңіл жеткізуге тырыссаң жөн болады еді. Жоқ, мен жеңіл жеткізіп отырмын, қалай бар солай айтып отырмын. Сәттілік екеуіңе жақсы шығып тапсын. Ақ жол дейсіз ғой. Иә. Бірақ енді екі достың арасынан сәл бір сызат түсіп қалайын деді ма? Жанболат та түрін жинап алып, енді білмеймін. Бірақ енді Баласыған мана нәрсе ғой. Сәл Қарлығашқа ұқсайды екен негізі. Андай Қарлығаштардың бәрі андай келіп деген сияқты. Бір адамдар түсінбей қалып жатыр да сол жағынан. Сол енді жаңа определенный типаж туралы айтылды ғой енді. Мен осы сұрақты толықтай кеткім келіп тұр. Мысалы бір кейбір қыздардың ойында енді определенный бір адамның мүсіні болады. Менің бір адамым осындай болса екен деген сияқты. Ғалымжан, Диас, Жанболат үшеуі үш түрлі адам сияқты да. Сол қай жағынан негізі? Әлде сіз ондай неге қатты қарамайсыз ба? Жоқ, менде ондай қатты арақатынас дейтіндей арақатынас болған жоқ қой. Менде тек танысып көру болып жатыр. Мен әлі адамдармен танысып көріп жатырмын. Өзім адамды әлі тапқан жоқпын. Тапқан уақытта тоқтаймын. Негізгі не менің
менің соңғы нем шешімім осы деп ойлаймын. Осы кісіні таңдап келіп отырмын. Солай дұрыс болады иә. Қонақ деп айтып отыр ғой. Расымен де Жанболат пен Диас осы шақтағы енді жақын достардың бірі ғой. Жаңа шымылдық ашылған кезде де кімнің Жанболаттың түрін көрдік, түрі кішкене такси ұстап кетті деген сияқты. Енді осы жерде Қарлығаш сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр да. Сізге мысалы болашақ жарыңызды табу үшін қанша кездесу немесе қанша жігіт керек? Қалай қанша жігіт керек? Қанша кездесу және қанша жігіт керек өзіңіздің болашақ жарыңызды табу үшін? Міне мынау менің нақты болашақ жарым, үйленетін адамым дейтін. Қызық екен, бұл қандай сұрақ болды? Менің түсінгенім бойынша таныстық басталу үшін сіз тағы да неше жігітпен кездесесіз? Бір минут айтсам болады ма? Сіз қайдан білесіз? Енді сіз де жауап бере алмайсыз ғой, аяулым. Сіз де әлі қанша үміткермен танысатыныңызды білмейсіз. Әлде білетін шығарсыз, білетін болсаңыз айтыңыз. Жоқ енді Балауса ханым, адамда бір типаж дейтін болады ғой. Жаңада мысалы Ернар айтып кетіп жатыр, Ғалымжанға келді, 3 жігітке келді, үшеуінде типаж әртүрлі деген сияқты ғой. Енді бір кездесуге барғаннан кейін бір жігітпен ясное дело болу керек қой, бір 4-5 кездесу ма деген сияқты, бір осы кездесуден кейін мынаумен болашақ жарым болып қалады ау деген сияқты енді адамда ой болу керек қой. Балауса ханым, мен айта кетсем дегенмен де өмірде де болып жатады ғой, бір жігітпен кездеседі қыздар, немесе жігіттер басқа бір қыздармен кездеседі, ал үйленгенде типажы мүлдем басқаша. Ең бастысы не әңгіме етіп отырсың? Сен осы жерде отырып, сезон біткенше қанша үміткер қабылдайсың? 100 үміткер келсе 100-ін де қабылдап, 100-мен де кездесесің ғой. Не әңгіме мынау, неше жігіт, неше кездесу деген. Кішкене орындарын біліп, әдемілік сөйлесеңдерші айналайын. Мына жерде қызды түсіре алмай отырсыңдар ма, или жарайды таңдап келді. Өзін таңдауын жасады, танысып көргенде тұрған не бар? Сен де қанша жігітпен танысасың ғой? Қызсың ғой, қызды түсінші кішкене. Жоқ, Жанболат, аяулымның бұл жерде айтқысы келіп қате айтып отыр. Қанша жігіт керек деп айтып отыр. Кішкене ойлансаңдаршы. Аяулымның бұл жерде Қарлығашқа айтқысы келіп отырғаны, Қарлығаш сіздің симпатияңыз тек қана Қосылаяқтың төңірегінде ғана ма? Тек қана Қосылаяқтың жігіттеріне ғана симпатия білдіресіз да? Неге сыртта қарап көрмес пе? Салтанат, бұл мүлдем басқа сұрақ. Осы жерден бастап айтайын. Бұл сұрақ Салтанат сіздің атыңыздан қойылып жатқан сұрақ. Оған жауап берсеңіз болады, Қарлығаш. Мен сыртта танысатын болсам, сырттағы таныса беретін едім. Бірақ осы Диаспен жүрген кезде көзім шалып, әлеуметтік жерде көріп қалған соң осылай таңдап келіп отырғаным бар. Негізі таңдайын десем сырттан-ақ таңдаймын. Балауса ханым, негізі әңгімесіне сенгіміз-ақ келіп отыр ше. Бірақ енді бізге келген Қарлығаштың бәрі сондай ма әйтеуір. Анаған бір көретін, мынадан бір көретін, үшінші жігіт болып 7 атаға толтырып бірақ кетейін деп отқан сияқты да бұл кісі ше. Болмаса тапқан кезімде тоқтаймын деп отыр ғой. Шынымен Салтанаттың әңгімесінің жаны бар негізі. Қосылаяқтың төңірегінде ғана болып тұр да бұл кісінің жігіттері. Бірақ енді сізге сенейін десек те сенетіндей тірлік істеп жатқан жоқсыз да. Сіз мына Жанболатпен танысып тоқтаса, мүмкін тағы біреумен танысып көремін деп айтатын сияқтысыз да. Сізге біздің жобадағы жігіттер емес, біздің жоба керек болып отқан сияқты болып отыр да просто. Кешіріңіз, артық айтып қойсам, бірақ біз не көріп отырмыз, соны айтып отырмыз. Енді Балауса ханым айтайыншы мен. Бағанан бері енді кішкене жарайды, қыз болса жарайды ғой, ештеңе етпейді, бірақ та жігіттердің тарапынан Диас басталды, Қарлығаш екенсің дейді. Ар жерге ұшып жүресің дейді. Одан кейін Ернар қоштап кетті. Қарлығаштың бәрі осындай бола ма дейді да. Наоборот, кішкене қыз баласын қорғаудың орнына айналайындар үміткерге бұл жерге басып келу оңай болмайды қыз баласына, тем более. Бұл жақтағы кәдімгідей жығылған жұдырық болып отыр да ше. Тоқтай тұр. Одан кейін Жанболаттың өзі айтқым келіп тұр негізі. Сен егер де қыздарды қолдайсың ба? Қыздарды шынымен де қыздарға ауыр сөйлеме дейсің ба? Бәрін бірдей қолда. Бәріне бірдей қара онда. Сен алдында ғана Гүлвираға айттың осы жерде. Сұлулық туралы сен айтпай ақ қойшы. Сұлулық деген саған қарама қайшы нәрсе деп айттың. Сен жағынып қалу мақсатында, өзіңе күліш жинау мақсатында ол айтпай ақ қой. Ема? Сен просто жай ғана анан кейін өзің қорап қалайыншы, жарайды деп ашып жинап Жоқ, айналайын. Мен айналдым. Сөздеріңізді бөлейін. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Біздің қатысушыларымыздың арасындағы бір жанды іздеп келіп тұрған мейманымыз бар екен. Ол жан дәл қазір студия сыртында тұр. Не айтқысы келіп тұр? Кімге қатысты? Бәлкім іштеріңіз біліп тұрған шығар. Барлықтарыңыз неге шолпанға қарап жатсыздар? Бәлкім. Өзін ортаға шақырып алайық. Қонағымыз, келіңіз. Қош келдіңіз. Микрофон сынайын, қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Саламатсыз Балауса ханым, қош көрдік, рахмет. Саламатсыздар ма қатысушылар, ассалаумағалейкум барлығына. Мен бүгін өйтіп келіп қалған жағдайым бір ерекше, айданада болмаған бір кездесуге ертерек алып кеткім келіп тұр еді. Әрине, біз қуана жібереміз енді. Айдана, өзіңіз келіңіз. Құр қол келмепсіз өзіңіз. Құр қол келмепсіз Айданаға. Айдана келіңіз. Бағана мына жерде кішкене настроение құртылып жатыр екен, кішкене күліп отырсыншы деп алып келіп едім. Ой, жарайсыз. Гүл шоқтарыңызбен бірге тәттілеріңізді әкеліп, Айдана, микрофон бере қойын сізге. Сізді енді керемет кездесуге шақырып келдім деп жатыр. Я, көп рахмет, мүлдем күтпедім. Бірақ өте қатты қуанып тұрмын. Ал кездесуге барасыз ба? Я. Бола ма, рұқсат па? Әрине, рұқсат. Айданада мүлдем болмаған кездесу деп айтты.
Енді сәттілік сіздерге, аян жарайсыз. Рахмет Жақсы, үлкен. кездесу күтеміз өздеріңізден. Алып қашып кетуге де бола ма не? Болмайды. Біз, қыздың рұқсаты болмаса, бізде бәлкім сырға салып қойғаннан кейін мүмкін. Бірақ оған дейін болмайды. Негізі жақсы ой. Иә. Жақсы, сіздерді шығарып салайық. Әдемі кездесу болсын. Аян, рахмет келгеніңізге. Құрметті көрермен. Енді біраз адам қорқып кеткен сияқты жаңағы мен айтып жатқан кезде. Енді құрметті көрермен, алып қашу деп жатыр ғой жаңа. Сол келісіммен алып қашқан жұптарымыздың нәтижесі бар. Және де беташар болған еді. Түрлі жаңалықтар бар сияқты. Өздерімен толық сөйлесу үшін біз ортаға Фархат пен Мадинаны шақырдық. Екіншілікпен бәрі тыңдамай, күн сені баурап алырсың былай. Сені сүйдім сезімім жоқ бұл қалай. Өшіріп бірге қалсам ұнамай. Екіншілікпен бәрі тыңдамай, күн сені баурап алырсың былай. Сені сүйдім сезімім жоқ бұл қалай. Өшіріп бірге қалсам ұнамай. Қош келдіңіздер. Өздеріңізді осылай қол ұстасып бірге, бір отбасы болып келгендеріңізді көру біз үшін қуаныш. Қалдарыңыз қалай? Өздеріңізді естейсіңдер. Қайырлы күн қазақ елі, қайырлы күн қасшылар, Сұлтанбен, Балжы ханым. Бәрі ойдағыдай өмірімізде күшті болып жатыр. Құдайға шүкір. Бүкіл эмоция негізі бәлде күшті болған шығар. Ішкі эмоциясын сыртқа шығарып бәрін айтсын енді. Сразу мане. Сразу ғой. Ал өзіңіз Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Қатысушылар, Сұлтанбен, оператор ағалар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Жалпы, енді ғана өзіме келіп, есімді жиып жатқан жайым бар енді. Біраз деген енді андай нелер болды ғой. Эмоциональный качелялардан өтті, көз тиіп те кеткені бар арасында бізге. Сөйтіп, енді барлығы жақсы, ақырындап айтатын шығармыз қазір енді. Сөйлей тұршы өзің. Біз бедекші. Осы көрем ғой, келіп етіп жақын отырды, жақын отыршы кел. Бізде ол сәтті. Жақын отырыңыздар, дұрыс тұрып. Бәсе, олма? Бәсе. Иә, жақын отырыңыздар, жайғасыңыздар. Осады қазір. Иә, негізі енді айтылатын нәрсе көп, айтар жаңалықтарыңыз да бар екен. Иә. Назар аударып алайық бірінші. Ласымыншы, бұлай алып қашсам қалай болады деп ойлаймын. Неге асықсыз деді? Енді жүре берем ба дедім. Уақыт деген өтіп жатыр, жас деген кетіп жатыр. Сөйтіп үйдегі мамамның батасын алып қашсаң, алып қаш деді. Біз қарсы емеспіз деді. Сөйтіп енді мен қалай алып қашам, эфирге жетпей жатып алып қашайын ба, или эфир уақытын алып қашайын ба деп. Фархат, сөзіңізді бөлейінші. Ақерке не болды? Ағыл тегіл болып жылап отырсыз. Қасымда болған қыз ғой, сол үшін жылап жатқан шығар. Сол несіне алды. Ақерке? Просто біз енді Мадинамен прям андай 10 жылдай дос емеспіз да, бірақ сырласамыз деген сияқты. Мен ол қыздың тағдырын білем да, менен де ауыр дүниелер болады, бірақ соның өзінде де ешкімге ештеңе айтпай, қатты болуға тырысады да. Және де осындай ер азаматты кездестіріп, мысалы, неке қиюда да бірге болдым ғой. Шынымен де сендер үшін қатты қуаныштымын. Ешқашан да ұрыспаңдаршы, пожалуйста. Бұл енді қуаныш жас көзі, бағана қандай болды? Бағана басқаша жас көзі болып өтті. Жақсы, енді сіздердің жандарыңызда жүріп, Ақеркеге де жұғысты болсын дейміз. Барлығы жақсы болсын, өзде көңілі босаған шығар әрине. Енді қалай болып жатыр? Барлығы жаңа Фархат, сіз өзіңіз бастап айтып едіңіз ғой. Жаңағы анаммен ақылдасып, содан кейін бірден алып қаштым деп, Мадинаның реакциясы қалай болды сол кезде негізі? Әлде Мадина айтсын ба? Айтасың ба? Айтыңыз сосын, одан кейін мен өзім. В общем, сол ойладым енді эфир уақытын алып қашайын деп, кішкене білінбейді, ешкім білмей, ешкім сезбей. Сол кездесуге алып қашайын деп, кездесуге алып кетейін. Алып кеттім, сосын шыға салып ұштық қой қарай. Сол жолден кетіп жатқанда бұл сұрады. Мен бөлемін отыр енді, Ақерке не үшін деген сияқты сұрады басында енді. Сосын басын айттым, видео түсіруге көмектеседі, ана мына деген сияқты. Сосын үйге жете бастағанда айттым, в общем, сол видеоның нәрсе болды, көрдіңіздер ғой? Көрдік, бірақ енді дәл сол жерде Мадина өзіңіз айтсаңыз. Негізі мен сенген жоқпын, рас айтайын. Өйткені біз кәдімгідей андай бүйтіп ұзату болады, басқа нәрсесі болады деп кішкене пландап жүргеннен кейін, аяқ астынан нәрсе болғаннан кейін енді андай біртүрлі болып қалдым ішім. Барлығын уже бәрі біледі ғой, басқалар пландап едік қой деген сияқты андай ішімде прям гумп етіп бүкіл нәрсе түсіп кетті. Одан кейін барып қайтадан көтеріліп, қойшы енді бәрібір де не дегенмен менің сүйген адамым ғой, өзімнің жаңағыдай бір-бірімізге жүрегіміз ашылған, жаңағыдай махаббат ұшқыны пайда болған осындай адам
шықсам ғой енді по-любому қалай шықсам да мен бақытты боламын ғой деп ойладым. Сөйтіп одан кейін барып әйтеуір дегенде иә жарайды деп. Содан кейін сендіңіз, көңіліңізді бастыңыз, ал бардыңыздар, енді бүкіл туысқандар болып күтіп алыпсыздар. Барлық туысқандар болып күтіп алды, иә. Негізі былай айтайыншы, мен бақыттым. Именно ол қандай жағынан Фархатқа емес, именно менің ата-енем жағы, отбасы жағы. Мен айта аламын, с гордостью дейінші, жақсы жерге тұрмысқа шықтым деп. Енем деген мен қазір мама деп айтып жатырмын ғой. И мен андай білмеймін, бір салқынқандылық емес, өзінің бауырына басып, былай айтқанда жылы лебін танытып, жеңгем де барлығы да өзінің қамқорлығын білдіртіп сөйтіп отырады. Кей кезде шүкір деймін да, осындай отбасыға пайда түскеніме келін болып деп барлығына сөйтіп не істеп жүргенім бар, шүкір Аллаға. Деп бақыттан басым айналып жүр дейсіз. Ал келіндік өмір қалай болып жатыр? Келіндік өмір сәлем салу, сол шай құю барлығы бар. Енді мына жақта қыздар айтады ғой, мен де ойлағам негізінде бізде бұл жақта негізінде сәлем салу деген нәрселер мүлдем жоқ та. И қызмет деген нәрсе де жоқ, халат кию, орамал тағу деген нәрсе де жоқ болғаннан кейін ақырындап бір енді білмеймін үйреніп келе жатқан сияқтымын. Және де сүйген адамың болатын болса, по-любому көнеді екенсің, ешқайда айналып қашып кетпейсің, по-любому сол нәрсеге көнесің, істейсің, барлығы болады ақырындап. Жақсы, енді Диас пен Қарлығаштың махаббат хикаясы өмірдің тыныш сәттерінен өріліп, жүректің ең таза түкпірінен шыққан жылы оқиға еді. Бұл екеуі бір қалада емес, бір арманның тоғысында кездесті. Кейде адамды тағдыр емес, жүрек жолы табыстырады дейді, дәл солай болды. Диас еңбекқор, сабырлы жігіт. Ол инженер болып жұмыс істейтін, өмірінде нақты жоспар бар, бәрін есеппен істейтін адам еді. Ал Қарлығаш керісінше сезімге берілгіш, сурет салғанды жақсы көретін, еркін рухты қыз болатын. Ол әлемді бояумен, эмоциямен көретін. Диас оны алғаш көрген сәтте-ақ өміріне түс қосқандай әсер алды. Кездесулері жай ғана бір жобадағы жұмыс арқылы басталды. Диас жетекші инженер, ал Қарлығаш дизайнмен айналысатын еді. Алғашқы кезде олардың әңгімесі тек жұмыс жайлы болатын. Бірақ бірте-бірте Диас оның күлкісін, сөз арасындағы шынайылығын байқап қызыға бастады. Бір күні кешкісін кеңседен соң болып, екеуі бірге шықты. Ауа райы салқын, аспанда ай жары. Қазір қала қандай тыныш деді Қарлығаш көкжиекке қарап. Иә, сирек осылай тынышталады деді Диас, бірақ сенің жаныңда бәрі де басқаша сияқты. Қарлығаш оған қарап күлімсіреді. Сол сәтте екеуінің арасындағы үнсіздік бәрінен артық сөз еді.